Баршаға ассалаумағалейкум құрметті достар. Біздерді Instagram тармағынан, YouTube тармағынан күзетіп отырушы көрермендер. Бүгін біздерде мейманда Қарақалпақстан Республикасына белгілі бизнесмендердің бірі Марат аға Көмеков. Ассалаумағалейкум аға, қош келіпсіз. Аға, сізге бірінші қойылатұғын сұрау, Марат аға Көмеков өзі кім? Марат Көмеков хақында толық мағлұмат беретін болсақ, мен Нүкіс қаласы тұрғынымын, іспдерменмен, шаңырақлымын, жасым 39-да, бизнесте туырсы өзім жеке бизнесте, қазір күнде 17 жылдан бері жеке бизнестемен, одан алдын су сауда тарауына ертелеуде кіріп келгенмін. Енді сізге қойылатұғын сұраулар бүгін сол бизнеске байланысты болады. Сіз сауда тарауына кіріп келдің деп отырсыз, сол қайсы уақытта басланды сізде сол қызығушылық? Бұл бизнеске қалай кіріп келдіңіз сіз? Негізінен басында кіріп келген уақытта ертелеуде кіріп келдік. 2000 жылдары су тарауға кіріп келгенбіз, бірақ басында бұл затты біздер ешқандай бір бизнес деп түсінбедік. Бұны бір кәсіп ретінде, яғни айтқанда шаңырағымызбен біргелікте шаңырағымыздың кәсіп ретінде кіріп келдік бұл затқа. Кейін ала бұл затты біздер үйреніп, бизнес тарауы деген бір сөзлері енді рауажданып жатқан тарау еді. Бұны әстен бизнеске айландырдық. 2000 жылдар кіріп келген болсақ, сол уақытларда мысалы үшін әр түрлі затларды шаңырақ ағзаларымызбен ата-анамыздың жанында сатып көрдік. Мысалы үшін құрылыс материалдарын сатты. Соған ұқсаған және қосымша затларды сатып, 2009 жылға дейін ата-анама жәрдем беріп келдім. 2009 жылдан бастап өзімнің жеке бизнесімді басылатын десем бола береді. Ең бірінші ашқан бизнесіңіз қайсы бизнес аға? Енді маған жүдә аңсат болды бизнес ашу ол уақытта, себебі мен 9 жыл давамында өзімнің ата-анамның қасында жәрдем беріп, опытты арттырдым, қаттыға тіс шығардым дейді ғой, сондай болды. Не деген мысалы үшін қаридарларменен сөйлестік, көптеген мысалы үшін қиынлы жағдайларды көрдік, көптеген мысалы үшін ситуациялардың көбісін басымнан өткергеннен кейін, басында 2009 жылы мына құрылыс өнімдерін Ташкенттен алып келіп сатып бастадық. Маған жүдә қатты қиын болмаған, себебі бірінші капиталдан ата-анам маған берген. Осы капиталменен алып келіп, сол Ташкент қаласынан бір рейс алып келдім, 2 рейс келдім, 3 рейс келдім. Сөйтіп сатып бизнесім не қыл десем екен, әуметлі басылып кетті. Қазіргі күнде сіз іслеп шығарушы бизнесмен дедіңіз. Алдын естіп, іслеп шығарушы бизнесмен екенсіз. Осы іслеп шығаруға кім сізді қызықтырды? Басқа неге басқа бизнес түрін іслеп көрмеңіз, неге бір ресторан ашып көрмеңіз, басқа бизнеске қызықпай, именно осы іслеп шығару бизнесіне неге қызықтыңыз? Қалай пайда болды оған қызығушылық, сол туралы толықлап айтып берсеңіз. Ербол, жақсы сұрау бердің. Енді іслеп шығару бәрібір менің қандайда бір қанымда бар ма? Менің әкем өзі ұста болған. Алдынлары өзі 90 жылдың бер жақтарында шаңырағымызды туырысы ұсташылықпенен әкем баққанда. Одан кейін осы бизнес тарауына, тәдбіркарлық тарауына кіріп келген. Енді іслеп шығару тарауына қызығушылығым азғантай болған ба, бірақ сауда тарауында жүремен деп өзімді ойлаған едім. Сол 2009-да баслағаннан кейін бір жылдың ішінде әдеуір нәтижелерге ерісіп қойдық. Сырттан зат әкеп сатқан бір басқаша болуымен сол кезде мазасын түсіндім. Һәм сол уақытлары Ташкент қаласынан жүк алып келетін едік, құрылыс материалдарын алып келетін едік. Солардың арасында азғантай орын қалса, мен есікте қосып алып келіп сатуды бір азғантай болып бір идея келді да. Сөйтіп сол есіктерді алып келіп 2013 жылдан бастап сатып басладық. 2 жыл давамында 2012-ге шейін есікті өздеріміз мысалы үшін Ташкент қаласынан алып келдік. Ол жерде Наманганлы іслеп шығармадыңыз. Іслеп шығармадық ол кездерде. Наманганлы жігітлерден есік жүдә сапалы соғады ол жақтағы адамдар. Содан ағаш есіктерді алып келіп сатып жүрдік. Бір күні сондай жағдай болып қалды. Жаңалық кірту керек болып қалды. Һәм ағаш есік сатып жатырды. Бір басқаша зат сатуды қалеп қалдым мен. Сөйтіп қарасам, базарда басқашалау МДФ есіктері бар екен. Олар жүдә көп емес, бір 30-40 адам сатса, соның бір адамы ғана сол МДФ есік сатып отқан екен. Содан барып сөйлестім, келістім, бұйыртпа бердім. Бұйыртпам менің 2 айда тайым болды. 2 айда тайым болды, бұйыртпа тайым болғаннан кейін алып келіп, оны 2 хаптада сатып тастадық біздер. Сондай қылып 2 ай күтіп, сондай қылып бұйыртпаны сатып жүрдік те, бір күні 2012-де бұл затты өзім іслеп шығаруды бір ниет қылдым, мақсат қылдым. Өзім ағаш сатқаннан кейін ұсталардың көпшілігін танитын едім. Ең күшті ұстаны таптым, сөйтіп ұстаменен сөйлесіп, переговорлар кетті, арада 3 айдай переговор кетті. Сөйтіп август айында ол ұстаменен келісім қылып, сол август айында 2012 жылы осы есікті іслеп шығаруды 3 адамменен басладық. Һәм осы зат менің өмірімде іслеп шығаруға кіріп келуге бір себеп болды, һәм бизнесімде үлкен өзгеріс қылған
сол уақытлар деп білемін. Осы уақытқа дейін қазір айтып отырсыз, неше жылдық бизнесмен екенсіз. Сол бизнестің уақытында сіздің істеген ең үлкен қатеңіз қайсысы болды, және одан қандай сабақ шығардыңыз аға? Бәрі зат идеальный болмауы керек қой, мысалы үшін. Затылар қате қылған болуыңыз мүмкін. Сізге жол жоба көрсеткен адамдар болуы мүмкін, мысалы үшін. Дұрыс сұрау бердің. Енді біздерді тыңлап отырған жаңа бизнесмендер болуы мүмкін, істеп жатқан бизнесмендер болуы мүмкін. Біздердің уақытымызда, мәселен, сол 2010 жылы, 15 жылдары, болмаса 2000 сол уақытларда бизнесте қателіктер азғантай болса да, уақытларда кешірілетін еді. Мысалы үшін қандай да бір зат айтып келсең, түбінде сол зат сатылып өтіліп кететін еді. Қазіргі күндегідей емес. Сол уақыттарда енді ол біздер үшін қате деп айта алмаймыз, үлкен сабақ болды. Бұл затты көптеген жерлерде айтқанмын. Қайсы затқа көп пұл төлесең, сол затқа иелік етуді ойлап қалады екенсің да. Мәселен, мен өзім көп фураларға пұл төлегенмін да, зат алып келу үшін. Сол уақытта сондай көлік сатып алсам екен, оларға пұл төлемесем екен, өзімнің бизнесімнің қандай да көп үлесінің осы көлік сатып алуға сарпылғанмын да. Мен соны көплеу пайда көремін деп ойлағанмын, бірақ негізінде бұл менің үшін үлкен қате болып шыққан. Бұл қатені кейіншілік түсініп қалғанбыз. Сондай қателер адамды бизнесте қаттыға рауажландыруға себеп болады екен. Бизнестің кейінгі этапларында бұл зат маған үлкен сабақ болды һәм көптеген қателердің алдын алуға себеп болды деп ойлаймын. Қазіргі күнде сіз Кушмак брендінің тикашысыз. Не үшін Кушмак деп қойылған? Аты не үшін Кушмак? Бір зат есіклер емес, неге Марат аға есіклері емес? Не үшін айнен Кушмак деп қойылған? Сол туралы мағлұмат берсең саған. Дұрыс. Енді бұл затты 2012 жылы 2013 жылы істеп шығаруға кіріп келген болсақ, 2013 жылы бұл зат үлкен бір компания құру ниетінде бренд қою идеясы ойыма келген. Басында жаңа сен айтқандай, мысалы үшін әртүрлі адамлардың атларын, балаларымның, болмаса өзімнің атын қоюды ойлағанмын. Бірақ мен ойладым, келешекте мысалы үшін Қарақалпақстанда да бір милли бренд пайда болуын қаладым. Бұны алдыларам айтып өткенмен, қазірам айтып өтсем болады. Бұл Кушмак бренді өзімнің шаңарақ ағзаларымның бас харфлері болғанынан осы сөзді пайдалануға себеп болды. Һәм не қыл дейміз, әрбір бизнесменнің, болмаса бизнестің артында қолдап қуатлаушы бұл шаңырағы тұрады да. Һәм уақыт шаңырақ қолдап қуатлаған кезде бизнес рауажданады. Ата-ана, өмір жолдас, ұқсаған шаңырақ ағзаларымыз қолдап қуатлап тұрсын әрдайым деп, осы брендте менің әмме шаңырақ ағзаларымның атларының бас арыбы тұруына себеп болды, һәм осы брендті қойдым, һәм менің үшін не қыл дейміз, әуметлі болды деп ойлаймын. Сіз қазіргі күнде онда өзіңіздің брендіңізді емес, өзіңіздің шаңырағыңызды жүргізіп жатырған екенсіз да, түсінігім бойынша. Дұрыс. Енді шаңырақ ағзаларым көпшілігі осы брендтің ішінде болғанын һәм уақыт мысалы үшін қуанып, достарына, кімдір мысалы үшін мақтанышы да олар үшін. Қазір күнімен сол Кушмак туралы гәпті басладық. Қазіргі күнде Қарақалпақстан Республикасы бойынша ең жақсы есіклер Кушмак брендінен шығады. Ойлап көрейік, 5 жылдан кейін Кушмак брендін қай жерде елестетесіз аға? 5 жылдан кейін Кушмак брендінде не өзгерістер болады? Бизнестің өзінің этаптары болады. Текшелер дейміз ғой. Сол текшелерді уақытында біздер орнына қоймасақ, біздерді не қылдаймыз, басқа конкурент дейміз, болмаса басқа жаңа басқыштағы бизнеслер кешірмейді екен да. Енді 5 жылдан кейін ойлап отқан затымыз, біздер сол Кушмак компаниясын тек есік істеп шығару емес, бүткіл мысалы үшін кім өзін бір өмірде бақытлы жасап, бір идеал үйде өзін сезінетұғын болса, сол идеал үйді біздер құрып беруді алдымызға 5 жылдан кейінгі сондай көз алдыма келтіре аламын. Мәселен, олардың әмме қолайлықларын келтіріп беру біздердің компаниямыздың жауапкершілігіне кіреді деп ойлаймын. Бұған себеп болған, мен жүда көп сапарларға шығамын, жүда көп мемлекетлерді көрдім. Көп мемлекетлерде адамлар, инсанлар тек қана өзінің жақсы жасауы, бақытлы жасау үшін көптеп әрекетлер қылып жатыр. Өзінің жасап тұрған орны, адамлар деген кезде бір хаз етіп, спальныйында демалу, жақсы мысалы үшін телевизорлерді көру. Бұласы әмме заты заманауи һәм қолайлы затларды қалап жатыр қазіргі күнде заман адамлар, жаңа заман адамлары. Осы қолайлықларды тудыру, мына Қарақалпақстанда мысалы үшін өзім қаттыға бір арман етемен, ниет етемен, кішілеу болса да бір адамлар өзінің үйінде бір комфортта жасауын қалаймын. Сол комфортты Кушмак компаниясы қаридарларына інәм етуін жоспарлағанбыз, режелестіргенбіз. Мысалы үшін қазіргі күнде Кушмак компаниясы деп атпыз, Кушмак компаниясы күніменен адамларды басқа, өзінің басқа нөксе, басқа есік шығаратын, басқа істеп шығарушылар көп.
солардан қандай үстемдік тәрепелері бар? Арзан затларды яки болмасам қандайдыр жерден сападан ұрып қалып арзанлау затларды қолданып еш ойламағанбыз ол затты. Үмкан қадар адамдарға сапалы зат беруді, іләжі барынша үйінде бір көзаллық болуын қалегенбіз. Егер де мысалы үшін көпшілік уақытта іспдермендер боламыз, мысалы үшін да іспдермен боламыз, пайданы көздейміз қой көпшілік адам. Бірақ компаниямыздың абыройы үшін көбінесе сапаны көзлеуді, енді мысалы үшін шығып жатырған заманауи затларды қосуды, әрдайым рауажланып адамдарды бір таң қалдыруды біздер ойлаймыз. Соның себебі шығар көпшілік қаридарларымыз біздерді сапалы деп таңлайды. Һәм үсінге дейін жүдә көп қаридарлардың үйлеріне ескілерімізді құрып бергенбіз. Һәм 10 жыл алдын, 12 жыл алдын құрған ескілерімді көремен. Таниман өзім ескілерімді да. Содан кейін көріп, адам бір басқаша болады екенсең, сондай уақытларда дұрыс. Әрбір істелген істе кемшілік болады. Себебі инсан фактор араласқан жерде кішігірім кемшілік болады. Себебі кемшіліксіз жұмыс болмайды. Кемшіліктер біздерді өсіреді. Дұрыс, айрым жерлерде кемшіліктер қылған жерлеріміз бар. Көпшілік уақытларда сондай жақсы өзіңнің өнімдеріңді көрсең, адам бір істеп жатқан ісің бекарға емес екен. Тек қана өзімнің мәпім емес, халықтың да бір пайдасы тиіп жатқан, олардың бір көзалықтан үйінде іштей қуанып қалады. Сондай жағынан өзгешелігіміз бар деп ойлаймын өзім. Сіздің ескілеріңізді басқаларға ұялмай көрсете алады. Ұялмай көрсете алады деп, сондай тараптың өзгешелігіміз бар деп ойлаймын. Қазіргі күнде Кушмактың неше филиалы бар аға? Мысалы үшін тек Қарақалпақстан Республикасында емес, может шетке шығарғыңыз келіп жүрген шығар. Өзіңіз күнеме айтып жатыр, шет елдерге көп шығамын деп. Мысалы үшін ойлап көрің, ертең 10 жылдан кейін бір Қарақалпақ Дубайға барып, сол жерде Кушмак ескілері, үйбеттің адам ашып қойған екен ғой деп барып алып жатса. Жүдә көп филиалдар аштық, ашпадық емес, аштық. Мысалы үшін Шымбай қаласынан аштық, Хорезм уалаятынан аштық, Қашқадария уалаятынан аштық. Жүдә көп жерден филиал аштық. Бірақ бизнесте система деген зат бар. Егер де сізде туры системаны құра алмаған болсаңыз, бұл филиалларыңыз сіздерге пайда келмейді. Біздер ашқанымыздан кейін бұларды анализдегенбіз, көргенбіз, һәм қайсы тұр жері ұнамсыз тарепке қарап істеген болса, оларды тезде жапқанбыз. Қазіргі күнде біздердің екі жерде орнымыз бар. Бірі Қоңырат қаласында, бірі осы бас филиалымыз бар. Осы жердің өзімен Қоңырат қаласының өзінен клиенттеріміз, қаридарларымыз осы жердің өзінен һәм Қоңырат қаласынан өзіне керекті өнімдерді сатып алып жатыр қазіргі күнде. Бірақ оны ашу деген алдыда сондай планларыңыз бар ма, может, Қазақстан Республикасынан? Біздер енді Ташкент қаласында да филиалымыз бар еді. Онам не қылдық, қандай да бір себеплерге байланысты тоқтатуға мәжбүр болдық. Себебі сапаны бұзып қоймау бірінші мақсатымыз болды. Себебі ол жаққа бараман дегенше сапа бұзылып қалу ықтималы жүдә көп болды біздерде. Енді қазіргі күнде біздер не қылаймыз, істеп шығару тарауын стандартластырмағанша жүдә көп жерлерге бару бұл негізі бұл қате жұмыс екенін түсініп жеттік. Ең бірінші. Неге? Себебі стандартластырылған зат сапалы болып шығады екен. Стандартластырылмаған зат бұл әртүрлі көріністер біздің сапамызды төмен түсіріп жібереді екен. Қазіргі күнде Құда қаласа біздер өздеріміздің ойымыз бар. 2 жылдық жоспарға қойып жатырмыз, режеге қойып жатырмыз. Китайдың өзінде істеп шығаруды жолға қоюды. Себебі бұл жаққа қарағанда жүдә арзан шығады, һәм сапасы да жүдә жоғары шығады, һәм не қылсам екен қолайлы. Һәм дүнияның қайсы бөліміне сату имканияты ол жерде көп екен, соны білдік. Соны 2 жыл давамында режелестіріп жатырмыз. Қоңсы республикаларға Китайдан турдан-туры сатуды режелестіріп жатырмыз, Құда қаласа. Марат аға, ядыңызда ма, бағана баста айтып кеттім ғой сізге, бұл бизнестің тарауында өзіңіз айтыңыз, қиыншылықтар болады, міндетлер болады деп. Бірақ сондай сізде күн болды ма аға? Мен болды, істемеймін, мына бизнес менге емес екен деп қойып кете жақ күніңіз болды ма? Мысалы үшін сондай кезде сізге кім мотивация берді? Бизнесменде හැම уақыт бұндай идея болады, келеді идея. Мәселен, 50-60 адамды жұмсайсыз, бұл адамларға қандай, бұлардың әммесінің бала шағасы бизнесменнің ойында тұрады. Сол зат көбінесе ұстап тұрады адамды. Неге мен мысалы үшін 50-60 адамға пұл тауып беруім керек деген ойларым пайда болады. Айырым уақытларда бір затты алып, бір 2-3 адамменен бизнес қылсаңам болатұғын зат қой негізі деген ой келеді. Бірақ енді әмме уақыт білмейміз, бір Алла Тағалам біздерге осы затларды тағдырымызға жазып беріп қойып па. Менде көбінесе мотивация береді ғой өзімнің жұмысшыларым. Одан кейін бренд мені ұстап тұрады ғой. Көп уақытлар болды, мәселен қыс айларында жүдә көп зиянға істейміз.
сол зиянға істеген уақытларымызда адам өзі тоқтатаман деген затлар болып қалады арасында. Себебі зиянға істеу қаттыға бұл қиын зат. Мәселен, сіз тапқан табысыңызды қыс айларында төлеуге тура келеді. Ондай уақытларда мысалы үшін адам сәл өзіне күш жинаса, һәм бренді тұрады, артында жұмысшылар тұрады, олардың қолдап қуатлауыменен мотивация болады адамға. Еле Құда қаласа үлкен ареналарға шығу бар алдымызда деп сабырменен бұларды рауажландыруға, еледе күшеюге біздер харекет қыламыз. Марат аға, сіз тәжірибелі, қаттыға тәжірибелі, өзіңіз бизнесменсіз. Егер сізге қайттан басқаша түрлі бизнес түрін ашу керек болса, сіз қайсы түрін таңлаған болар едіңіз? Қандай бизнес ашқан болар едіңіз? Бұл сұрау өзімде де көп болған. Бәрібір өзім таза бизнес ашатын болсам, айланып келіп, бәрібір істеп шығаруға кетіп қала береді. Жағдай мебель істеп шығару, және басқа зат істеп шығару. Өзімде сол затты түсіндім. Мен өзі негізі тикарынан істеп шығарудың адам екенімді өзімде сездім. Енді мен қандай бизнес ашсам, бәрі айланып келгенде осы құрылыс тарауына жақын істеп шығаруға байланысты болады деп ойлаймын. Мүмкін қайтадан осы есік тарауан болуы мүмкін. Мысалы үшін қараң, мен қазір бизнес аша жақпан аға. Өзім таза бизнесті жолға қоя жақпан. Маған қандай бизнестен маслахат берген болар еді? Мысалы, көріп отқан біздердің тамаша үйлерге де ол қызық. Қазіргі күнде Қарақалпақстан Республикасында қандай бизнес түрін ашқан сіздіңше қолайлы һәм пайдалы? Шәкіртлерім болды, көп бірге істескен адамларым болды. Бұрынлары, ертелері, мысалы үшін бизнес ашу жүда қолайлы еді. Халық мысалы үшін не зат алып келсең һәм сатып алатын еді. Бұрынлары мысалы үшін сатып алушылар көп еді. Қазіргі күнде бизнес ашу, меніңше, бірнеше бизнеслерді қосымша ашып көрдік, аңсат емес. Себебі сот арауда сататығын адамның өзі көп, сатып алатығын адамға қарағанда. Сатып алатығын адамға қарағанда, сатылатығын заттың өзі көп. Енді оларға беретұғын маслахатым IT-ге байланысты, яки болмасам искусственный интеллектке байланысты бизнеслерді ашуын ұсыныс беремін. Яғни айтқанда, мысалы үшін программаластырылған, программамен системаластырылған, соған ұқсаған, мысалы үшін онлайн саудалар істеу, соған ұқсаған бизнеслерді ашуды маслихат беремін. Себебі ол жерде склад болмайды, үлкен істеп шығарушы павильонларың болмайды, станокларың болмайды. Қайсы тұр затты, зауытлардың затлары, өтпей тұрған затларын сен онлайн сатып берсең, бұның өзі үлкен бір таза бизнес та. Менің ұсынысым жастарға соған ұқсаған бизнеслерді істеу қазіргі күнде қолайлы. Себебі сіздің магазиніңіз бұл социал тармақ. Қарап тұрсаңыз, социал тармақ болғаннан кейін, социал тармақты har күні қаншадан қанша адамлар көреді. Яки сіз мысалы үшін қадімгі ритейл бизнес қылып бір жерден магазин ашсаңыз, оның ішіне кіру ықтималы күніне бір 30-40 адам болуы мүмкін. Бірақ социал тармақта ол секундта кіру мүмкін 30-40 адамда. Соның үшін социал тармақта істелінетін бизнесларды ашуды кейінгі мысалы үшін ашып жатқан адамдарға үлкен бір маслихат берген болар едім, сондай қылып ашың деп. Мысалы үшін олар жаңа өзіңіздің басыңыздан қиыншылықтар өтті, мынандай пайдалы мағлұматлар айтып жатырсыз. Ең керек бизнесте не зат? Тазадан бастап жатқан бизнесмен үшін ең керек зат не зат аға? Ең керек зат қазіргі күнде тек қана сатуды шөлкерместіру. Егер ол адам сатуды жақсы білсе, қалған затлар екінші дәрежелі болып қалады. Бірінші нәубетте сатуды туры жолға қойып алу керек. Егер сатуды туры жолға қойып алса, ол адамды, мысалы үшін сату деген сөз, бұл қарасақ, бұл маркетинг. Маркетингсіз сату болмайды. Маркетингменен сатуды туры жолға қойған адам бұл жерде үлкен зауыты болу шарт емес. Яки болмаса үлкен склад болуға шарт емес. Қазіргі күнде товарам көп, зауытам көп, тек қана сатушы аз. Соның үшін қаттыға тібар беретұғын зат сату бөлімін системаластырып алса, әне сол жер сол адамға үлкен әумет әп келеді деп ойлаймын. Сіз айттыңыз бағана бизнес үшке бөлінеді дедіңіз. Соларды толықыра адамдарға түсіндіріп берсеңіз, өзіңізден келіп шыққан қалда адамдарға мағлұмат берсеңіз бизнес хақында. Мысалы үшін басқа адамдарға ол қызық болуы мүмкін. Мен бизнестен ұлыма хабарым жоқ. Қалай болады бизнес шөркемлестіру мынандай болады. Бұл наған бөлінеді деп өзіңіз толықтап айтып берсеңіз. Негізі бизнестің тілі бойынша тек қана үш түрлі бизнес деуге болады. Мысалы үшін біріншісі алып сату. Бұл бір жерден товарды аласыз, екінші жерге сатасыз. Екіншісі бұл қызмет көрсету. Яғни айтқанда, мысалы үшін клиника, соған шаш дәресхана, бұлар бизнес. Бұлар қызмет көрсету тарауы, мысалы үшін. Үшіншісі бұл істеп шығару. Яғни айтқанда, мысалы үшін есік істеп шығарамыз деп жатырмыз, жалюзи істеп шығаруымыз мүмкін, нәтижелі потолокларды істеп шығаруымыз мүмкін, мебель істеп шығаруымыз мүмкін. Осылар істеп шығарушы бизнес болып есептелінеді. Бизнес негізі үш түрден ібарат. Қалеген түрлі бизнесті көріп шықсаңыз, осы үш түрге кіріп кетеді. Мәселен, қазір біздердің тарауымызға келетін болсақ, Кушмак компаниясы осы үш тараудан істейміз. Һәм сатамыз,
һәм істеп шығарамыз, һәм өздеріміздің өнімімізді жеткеріп беріп, орнатып беру қызметін көрсетеміз. Қазіргі күнде мысалы үшін егер де осы екі тарау немесе бір тарауды алып тастайтын болсақ, біздерде жұмыс процесі сәл қиынласып бастайды. Қылуға болады, мысалы үшін қаридарға ұнайтын затты бере алмауымыз мүмкін. Осы үш зат жәмлескен жерде біздерде қаридарға ұнайтын зат бере аламыз. Негізі бойынша осы үш бизнес қазіргі күнде не дейміз, традиция дейміз ғой, сондай болып келатырған бизнес. Енді қазіргі күнде қызмет көрсету бизнесі жүде рауажланып жатырды. Осы бизнеске кірген адам меніңше көплеу нәтижеге ерісе алады. Себебі қызмет көрсету қазіргі күнде инсанлар өздеріне қалап жатырды, қолайлық жарату. Қызмет көрсету қазіргі күнде бұрынғыдай емес та адамдар. Қазір мысалы үшін үйінде қонақ күтіп берудің өзі қазір бизнес болып кетті. Мысалы үшін қызмет көрсетіп беріп жатырды. Бұлар үйде жақынлар тазалап беріп жатырды. Құлас күнде қазіргі күнде айтсақ, бұрын сіздерге ерсі болған заттың бәрі қазіргі күнде қызмет көрсету қалып, бизнес қылып ашса болады. Әрекет қылып көру керек. Әрекет қылса ізінде өзі нәтижесін көреді өзі. Енді Кушмак компаниясыға қайттан қайтсақ, Кушмак компаниясында сіз қазір айтып жатсыз, тізімдестірдік, уже үш басқыштың бәрі біздерде бар деп жатсыз. Сонда сізге келген есіклерді тайын есікті алып сатпайсыз қазір. Қаридар келеді, мынандай есік қалаймын десе, сіз соны істеп шығарып бере аласыз. Түсінуім бойынша. Сізде қазір қандай түрдегі есіклер бар, қандай, мысалы үшін материалдары қандай, оларды қаяқтан алып келесіз, неше басқыштан өтеді деген сияқты сұраулар. Біздерде қазіргі күнде жаңа стандартластыру этапларын өтіп жатырмыз. Қазіргі күнде көпшілік адамдар, мысалы үшін клиенттеріміз кем, бұл мысалы үшін түсінбеушіліктер алып келуі мүмкін арасында. Стандартластыру дегенде, мәселен, бұларда есіктер өзі қарасақ, бір көп көрген адамдарға бір есік бір деталь болып көрінеді да, бірақ бұл деталдың артында жүде үлкен минетлер жатыр. Қазіргі күнде мысалы үшін біздер істеп шығаруымызды стандартластырғанның өзінде 17 этаптан өтеді. Енді Құда қаласа бұл 17 этаптан өтуінің өзі бұл ең қысқартқан стандартластыруымыз болды да біздердің. Материалдарға келетін болса, қазіргі күнде толықлай 3-4 айдың ішінде сол Китайдан товар алып келуге өтуді режелестіріп жатырмыз. Бизнесмен адамда өмірінде ойлы қырлы жерлер көп болады деп жатсыз. Сіздің мына бастаған Кушмакта бір банкрот болып қалған күніңіз болды ма аға? Сол банкротлықтан қалай шығып кеттің саған? Бизнес болған үшін дұрыс айттың, Ербол, ойлы биіктіктері болады. Енді біздер Кушмакта деп айта алмаймын. Алдын істеп жүрген құрылыс материалдары сатып жүрген уақытымда екеуін тең алып барғанбыз. Базарда да мысалы үшін құрылыс өнімдерін сататын едік. Сол уақытта біздерде сол банкротлыққа жақын оқиғалар болды. 2014 жылы бұл не қылдейміз? Бизнесте білесіздер, һәмме зат экспорт, импорт дейміз ғой. Мысалы үшін біздер товарлардың көбісін импорт болған товарларды сатып алатын едік та. Импорт болған товарларды сатып алған уақытларымызда олар біздерге валютада, долларда келетін еді. 2014 жылы сондай тенденция бұзылды. Яғни айтқанда доллардың курсы көтеріліп кетті. Біздер мысалы үшін алған затларымыздың көбісін жағдай реализацияға сатып беруге алғанбыз. Һәм доллар мәселен 3000 немесе 2800 кезде алған болсақ, бірден 6 айдың ішінде ол 6000-ға дейін көтеріліп кетті да. Сол уақытларда біздерде жағдай болды. Себебі біздер беретін пұлдарымыз 2 есеге асып кеткеннен кейін бұларды төлеу үшін бизнестегі капиталдарымызды оларға беріп мәжбүр болдық, һәм даже 2018 жылға дейін төлеген уақытымыз болды. Бұндай ситуациядан шығып кету үшін бірден бір несі мәжбүр болдық кредит алуға. Кредит алып 3 түрлі үскене алдым мен. Сол кездерде үскенелердің бағалары жүде қымбат еді. Мысалы үшін пресс алғанбыз, бұл пресстің бағасы сол кезде Малигу машинмен тең еді. Одан кейін ровер деген станок алғанбыз, олар лассеттің пұлымен тең еді. Және бір кесетін станок алғанбыз, ол Nexia пұлымен тең еді. Сол кезде. Бірақ қазіргі күнде олардың бағалары арзан, бірақ сол кезде сондай бағада еді. Һәм заманауи есік істеп шығару арқылы осы банкротлықты біздер жауып шығып кеткенбіз. Банкротлыққа және бір темада аға. Ешкімге сыр емес, карантиннің уақытында көпшілік бизнесмендер, сол именно сіздің тарауыңызға байланысты істеп шығарушы бизнесмендер, сатушылар көбісі банкрот болып қалды. Сол сіздің бизнесіңізге қалай тәсір етті, сол туралы азымыз мағлұмат берсеңіз. Ербол, расын айтамын, біздер жүде үлкен карантин уақытында плюске шықтық. Адамдар минус болса, біздерде сол плюске шығып кеттік, пайдалы болды. Себебі біздер сол кезде онлайн сауданы күшейттік. Онлайн сауда болғанда Telegram канал арқылы, ол кезде Telegram жүде бір хитқа шығып жатқан уақыт еді. Telegram каналымызға жүде көп адамдарды қосу, конкурслар өткердік. Сол арқылы көп адамды қостық та, содан біздер сатуды әмелге асырдық.
ол кездерде әйтеуір пост қойсам адамдар қанша неше сом деген зат көп еді. Клиентлерді магазинімізге алып келіп, яки болмаса өздеріміз үйлеріне барып, есіктерге сол уақытта жүте көп заказ алдық, бұйыртып алдық. Темір есік болсын, дәрваза болсын, hammasini көп бұйыртып алдық. Сол дәрежеде бұйыртып алдық. Алдымызда 4-5 айлық бұйыртпаларымыз алып тастаған уақытымыз болды да, сол карантиннің уақытында. Біздер үшін карантин банкрот емес, наоборот, пайда тарихына өзгерте алдық десек болады. Қазіргі күнде бизнесмендерге мемлекетіміз тарапынан түрлі қарарлар шығарылып жатырды, өзіңіз білесіз. Сол қарарлар сізге зиян тигізген күндері болды ма, ямаса сізге пайдалы күндері болды ма? Сол туралы бір мағлұмат берсең саған. Енді қаме уақыт қарарлар пайда үшін шығарылады негізінде, бірақ кейбір іспілермелер үшін ол зиян тарап болады деп ойлауы соған тайын болмай қалады да іспілермелер. Сол затқа тайын болмайды. Мысалы үшін компания индекске өтіп отқан кездерде біздер жүдә мысалы үшін түсінбеушілік болып, зиян деп айтсаған болады. Зиян деп енді сол уақытлар түсінбей индекстерге өттік мысалы үшін. Сол уақытларда да не болды? Қазіргі күнде индекске өткеніміз біздер үшін жүдә үлкен пайда, сол уақытта зиян болған болса. Неге? Себебі индекс бұл индекс төлеушілер үшін, я болмаса біздер индекспен зат сатып алулар үшін жүдә пайдалы зат болды біздер үшін салықларымызда да. Енді пайдалы тараптары көп. Қазіргі күнде Қарақалпақстанға жүдә көп имканиятлар беріп қойыпты. Бірақ дегенменен һәмме іспілерменен оны тура жолда пайдаланып жатқан жоқ. Һәм пайдаланудан білмей жатырмыз көпшіліктеріміз. Негізі бойынша осы қарарлардан дұрыс пайдаланса, меніңше жақсы нәтиже алады деп ойлаймын көпшілік бизнесмендер. Енді Марат аға, сіз өзіңіз қазіргі күнде бизнесменсіз. Сізден бір маслихат сұрайын да аға. Бизнесмен үшін ең керек зат не зат аға? Һәм ең керек емес зат не зат? Не затларды пайдалы өзіне алу керек, не затларды ұлыма пайдаланбау керек? Негізінде бизнесмен ешқашан ұялмау керек. Біріншісі сол ұялмау керек. Мына қай жерге болса да басы сұқып кіру керек. Көпшілік бизнесмендерде сондай не қылдаймыз, ұялушылық, һәм көпшілікте болады ұялушылық. Сол ұялмау, бір жер мысалы үшін отказ болса қайта-қайта әрекет ете беру. Бұны не қыл десек болады? Ізінен қайтпау, талапшан болу. Бірінші нәубетте сол зат керек деп ойлаймын. Екінші нәубетте бұл дисциплина. Қайма уақыт дисциплина менен істелген зат ізінен қалмау. Мысалы үшін мен өзімнің мысалы үшін есік тарауының ізінен қалмай жүріппен бе, значит бір нәрсеге шығасаң деген сөз. Bir заттың ізінен қалмасаң. Көпшілік адамдар сабырсыз ғой енді. Сабыр менен ізінен қалмасаң нәтижеге шығасаң. Үшіншісі бұл қарарларды тура қабылдау уақытында. Бір мысалы үшін ол уақытынан кейін қарар қабылдасаң сенде имканиятлар азайып қалған болуы мүмкін. Бизнесмендер тәуекелшіл ғой, тез қарар қабылдау керек. Тез қарар қабылдап, нәтижеге шығып кетеді. Осы 3 затты өзінде қабылдаса, бизнесмен нәтижеге шығады. Енді бұл затлардың жасқа байланыстан бар. Расын айтайын да, мына мысалы үшін жасы үлкенлі бизнесмендер тез қарар қабылдай алмайды. Себебі көп затларды көрген, анализлеп отыра береді да. Мысалы үшін ол затларға көп қарамау керек. Бірінші істеп көре беру керек. Тәуекелменен. Азы менің затым тәуекел істеп көру керек. Дұрыс, адамдар айтады, келіспей қалды, өйтіп қалды деуі мүмкін. Біздер адамдар үшін жұмыс істемейміз ешқашан. Өздеріміздің рауажлану үшін жұмыс істейміз да. Сол. Кейін өздеріне керек емес затлар, мысалы үшін өзі біледі көпшілік адамдар керек емес затын, бірақ сонда да зиян екенін біліп тұрып пайдаланатын затлар. Оны мен мысалы үшін бірме-бір санап отыруым шарт емес. Өзі қарап тұрсаң, осы бір харекетін көрсең, я мысалы үшін қандай да бір сигарет шегу мүмкін, және зат қылу мүмкін. Ол затлар оған пайда бермей жатыр па, онда значит ол затты тоқтату керек. Сол затты тоқтатса, меніңше нәтижеге шығады. Ол затты адам өзі аз-маз отырып, кеште отырып, бір күнді талқыласа, анализ қылса, өзі қайсы зат пайдаға келтірді, қайсы зат зиянға келтірді, өзі біле алады деп ойлаймын. Марат аға, хабарымыз бар, сіз көп шетелдерге барып жүрсіз, басқа Китайға барып келдіңіз кеше жақында. Сол Китайдың бизнесмендерімен нөкістің бизнесмендерінің farқы не? Сол Китайдағы бизнеспен нөкістегі бизнес қандай farқылары бар аға? Ол жақтағы бизнесмендерде классика бизнес жоқ қазір ояқтарда. Мысалы үшін баслық, кабинет отырып, бұндай қылу деген зат жоқ. Баслығының өзі как положено сеніменен сөйлесіп, зауытларға апарып, ауқаттанатын жерлерге апарып, сені гостиницаға жайғастырып, құлласы айтқанда сенімен бірге съемкалар, видеолар түсіріп, өздері даже монтажлап отқанларын көрдім да, олардың. Сондай дәрежеде оның баслық екенін білмейсең да, сол дәрежеде олар кірісіп кеткен. Біз жақтағыдай кабинетте отырып, ондай зат жоқ ұлума. Сол сеніңменен бірге сөйлесіп, қайта-қайта, мысалы үшін сенің үшін хамма затқа таяр да. Құлласы айтқанда, ол клиент олар үшін ең бірінші орында тұрады. Сондай дәрежеде істеліп жатырды, оларда басқашалау сәл, мысалы үшін азғантай пайдаға істейді. Жүдә аз пайдаға істейді. Соның өзінде оларда астында жақсы машин, жақсы ауқатланып жатырды, жақсы үйлерде жасап жатырды. Меніңше олар дүния жүзіне зат сатқаннан кейін
сондай деп ойлаймын. Себебі біздерде мысалы үшін тек нүкіске сатуды я болмаса қарапастан ашып кете алмаймыз ғой. Ол енді бір күн қарасаң выставкада Дубайда жүрген болады, бір күн қарасаң Мексикада, бір күн қарасаң Африкада жүрген болады. Олар үшін үлкен да базар. Сол затты сезінсе, мысалы үшін көзқарас, я болмаса не қылдаймыз, мына сол зат үлкен болу керек деп ойлаймын меніңше. Сол зат біздердің парқымыз сода. Жаңа күнеме айтып жатырсыз, Китайға, басқа жаққа барып жатырсыз деп жатырсыз ғой. Кеше жақыннан бастап сіз өзіңіздің шәкіртлеріңізді тап кеттіңіз. Құрметті тамаша көрермендер, Марат аға айтып отырды, ендігіден былай өзіммен бірге мобилограф алып кетемін, сен алып кетемін деп отырды. Не үшін ондай қарарға келдіңіз аға? Өзіңізбен бірге шәкіртлеріңізді командамен бару деген қарарға неге келдіңіз аға? Қаме жұмысты негізі бизнестің иесі істеуге әрекет қылады, істеймін деп ойлайды. Бірақ бәрібір мың айтқанменен энергиясы жетпейді адамның. Мысалы үшін энергиясы, уақыты жетпеуі мүмкін. Соның үшін мен қазіргі күнде шәкіртлеріме бірме-бір әрбір проектті бөліп беріп жатырмын. Олармен бірге, оларменен толық стратегиясын істеп, сызылмаларын қылып, ұсызатты, міне мынау ақыры мына зат болады деп көрсетіп жатырмын. Мысалы үшін мобил групп я болмасам сіздермен бірге істеу. Қазіргі күнде заманның талабы сондай болып қалды. Сен мысалы үшін қатты тәжірибеге ие болмасаң, мысалы үшін социал тармақларда мына затты мысалы үшін ярлап алып сөйлесең, адамдар соған сеніп кетіп жатыр. Егер мен өзімнің бар имканиятымды, тәжірибемді мысалы үшін сондай мобил группларменен бірге, я болмаса социал тармақларда шығармайтын болсам, басқа мысалы үшін тәжірибесі жоқ адамдарға сеніп, адамдар жақсы емес өнімдерді алып қою ықтималы көп. Соның үшін бар тәжірибемді бөлісу үшін сол медиаға шығып жатырмын, һәм сіздермен Құда қаласа үлкен нәтижеге ерсемен деп ойлаймын. Сосын және бір сұрау, не үшін Кушмакқа тек жасларды аласыз аға? Ойлап қарасам, Кушмакта қазір коллективі көбісі жаслардан барады аға. Енді не қыл десем екен, бұл Z әулет дейміз ғой. Z әулет дұрыс, ішінде еріншектері бар, еріншек емеслері бар. Бірақ мың айтқанменен жаслар қазіргі күнде біздерге қарағанда анағұрлым ақыллау, анағұрлым көп затқа ерісу имканиятына ие жаслар. Себебі мысалы үшін заман технология рауажланып баратқанда бәрібір жасларға мұражат етеміз. Жасларменен істесу менің үшін жүде аңсат. Оларменен бір қасиетіп жұмыс істеймін. Себебі айтылған тапсырмаларымызды бірге орындау аңсат. Және мысалы үшін оларменен әзілдесу жүде қаттыға қиын емес. Және не қыл деймін, олардың көздері жанып тұрады. Оларменен сол істескен уақытымда мен олардан қаттыға энергия аламын һәм көптеген нәтижелерге осы жаслармен бірге ерісіп жатпадым деп ойлаймын. Бәрібір әрбір компанияның өзінің жұмысшыларының этаплары болады. Бұл этаплардан өтіп, мысалы үшін жасы үлкен жұмысшыларым жоқ емес, біздерде жасы үлкен жұмысшыларым бар. Олар осындай бөлім басшылықтар, қызмет көрсету бөлімдеріне жауап береді, финанс бөлімдерімізге жауап береді, закуп бөлімдеріне жауап береді. Олардың көбісі жасы үлкендер. Ал менің мысалы үшін жаңа затты ойлап табатынларым, бұлардың бәрі бұл менің жас командаларым. Қазіргі жаслардың ойынша, жас басылай жақ бизнесмендердің ойынша, мен бизнес ашсам болды, байып кетемен дейді көп адам. Мысалы, менің ойымда ондай затлар болды аға. Мен бизнес ашсам болды, байып кетемен, 2 этаж үй аламын, астында машина болады. Сол сіздің ойыңызша дұрыс пікір ме аға? Бизнесмен адам миллионер болып кете ме сонда бірден? Енді әрбір не қыл дейміз, инсанның арман арзуы болады да. Бұндай қылып арман арзу етуіне хақлы, дұрыс, бірақ бұның астында үлкен минет жатады. Тынымсыз минет болады. Мәселен, бизнес ашсам болды, ақша өзі келіп тұрады деп ойлайды да бір ойлайды. Дұрыс, енді ондай қылбам ойлайтын адамдар көп. Бірақ әмме уақыттан бұл зат әуметке байланысты да, мәселен. Әумет болады ғой әмме уақытта. Мәселен, бір затқа тастаған уақытта да бірден түспейді ғой. Мысалы үшін топты волейболный кольцоға тастаған уақытта, баскетболный кольцоға тастаған уақытта бірден түспейді. Біреулерде бірден түсіп қалуы мүмкін. Бұл әумет та. Мүмкін бұндай уақытта әуметам кеп қалуы мүмкін, бірақ әумет минеттің арқасында ерсіледі. Мәселен, адамлар ұйқылап жатқан кезде сен ұйқыламай минет етіп жатқан болсаң, онда сен үшін әумет келеді. Адамлар мысалы үшін отырыспақларда отырып, және бір зат қылып жатқан кезде сен минет етіп жатқан болсаң, онда соның астында әумет жатады да. Әрбір нәтижеге ерісіп жатқан бизнесмен бұл құрдан құр емес. Әпуайы болып байып кетті дейтін адам бұл қате. Значит, ол бизнесмен басқалардан өзгеше зат істеп жатыр, болмаса басқалардан істемей жатқан кезде ол істеп жатқан болса, онда жақсы нәтижеге еріседі. Енді ондай қылып ойлау менен ойламаудың парқы бұл минет еткеннен кейін ойлары дұрыс па, қате ме, әрбір адам өзі біліп алады деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша сіздің өзіңіздің өміріңізше бір басқаша бір бизнестің түрі болып қалды ма? Еш жерде естіп жоқ, мысалы бизнес
мынандай бизнес пайда болып қалды деп жатсыз ғой, жаңа алдын айтып жатырсыз. Мысалы, мынерден әкеліп мынандайды саттым, мынандайды мынерден саттым, сол маған бизнес деп ойлап жүрдім баста дедіңіз. Сол ең қызықарлы бір уақиаңызды айтып бердің де аға. Сол бизнестің уақытында болған өзіңіздің ең қызық бір уақиаңызды айтып беріңіз. Бизнес болғаннан кейін бұл жерде жүде қызық уақиғалар жүде көп болады. Себебі бизнес тарауында жүде көп адамдармен танысасың, жүде көп жағдайлар болады. Мәселен, сондай уақиғалар болды жаслық уақытымда деп айтсам болады. Мәселен, бұл бизнес емес, енді сауданың уақыты деп айтсам болады. Қызықлы уақиға адам күлкісі келеді қазіргі күнге дейін қарасам. Мәселен, менің әкем 4-5 дана, мысалы үшін, қалың жуан ағашларды маған сату үшін әкеп берді. Балам, мынаны мен мысалы үшін пәлен сомнан алдым. Мысалы үшін 4 уақытта, мысалы үшін 4000 сомнан алдым, енді бір 8000 сомнан сатсаң болады деді. Сөйтіп. Сол затты айтып жатырды маған, мен бір клиент келіп сұрап жатырды, менен мынау неше сом деп жатыр. Мен әйтеуір бір арзанлау сұрап, менің миым жеп қояр, қойшы деп 20 000 сом деп айтсам, клиент келіп маған 19 000-ға бересің бе деп жатырды да, мысалы үшін. Сондай қызық уақиғаларда қарасаң, мысалы үшін былайынша адамдар үшін бір күлкілі болуы мүмкін. Сол кездерде сондай уақиғалар сена жоқ та, бір анық бір сена жоқ. Мысалы үшін аз магазиндерге кірсең, бір литрлік кола алып тұрсаң, әмме жерде 8000 сом болып тұрды да, әмме жерде 15 000, 20 000 деген зат бірден болып кетпейді ғой. Сондай уақиғалар өмірде көп болады. Мысалы үшін Ташкент қаласында бизнес деген кездерде де сондай уақиғалар көп болған. Мысалы үшін бір өзім көп, мысалы үшін жаңағыдай таксисттермен айтысып қалған, КамАЗ иелерімен айтысып қалған уақытларымыз болды. Айырым уақытларда бірінші бизнес басталған кездерде екілеп КамАЗдың ішінде келген уақытларымыз болды. Мына затымызды КамАЗға беріп жіберсек ұрлап кете ма деген. Сондай қорқуларым болды да. Бизнесте жүдә көп қызықты уақиғалар көп болады негіз бойынша. Бұлар бизнес ашқан адамның өзін ойлап көрсе де, қазір мен тыңлап отқан гәптерімді естіп, өзінде де ол затлар есіне түседі да. Аға, бағана айтып қалдыңыз, кушмак есіктері қымбат дедіңіз ғой. Мен көп адамның естуім, кушмак есіктері қымбат, не үшін ол қымбат? Сол сұрауларға жауап берсеңіз. Енді бұл жерде бұл қымбат деген сөз емес. Анық осындай мысалы үшін есіктерге салыстырып қарағанда мен өзім қымбат деп есеп алмаймын. Бірақ не қыл десем екен? Адамдар ойлайды да, бұл қымбат есік, бұл оң затлары қымбат, олар үстіне қойып сатады, көздеріне көп пайда қалу үшін деп не? Енді әркім әртүрлі ойлайды. Сапалы затлар ешқашан арзан болмайды. Сапалы зат арзан болмайды дегенде мен өзімнің есігімді назерде тұтқам жоқ. Оған пайдаланатын өнімдерді назерде тұтпа. Бірінші нәубетте. Оның MDF-лері арзан болмайды. Оның істететін турецкий краскілері арзан болмайды. Оны істетіп отырған үскінелер кемінде қымбат үскінелерде істелінеді. Озатлар. Кейіннен оны істеп отырған неше жылдық тәжірибеге ие адамдарым аз пұлға келіп сенің жұмысыңды істемейді. Мысалы үшін да. Соның үшін әмме уақыт сапалы заттың ізінде сапалы істелінген зат әмме уақыт тән бағасы сәл жоғарылау жүреді. Егер біздер мысалы үшін арзан зат әкеп қойып, тез арзан затларды сатқанымызда бұл дәрежеге еріспеген болар еді. Арзан зат деп ойлап отырғаным жоқ. Мен арзан я болмаса қымбат деп бұны ажыратып отырғаным жоқ. Әрбір қойылған баға бұл сол заттың өзіне жараса баға болады. Аға, осы бизнес тарауында көп жылдық тәжірибеңіз бар, өзіңіздің шәкіртлеріңіз бар ма аға? Мысалы үшін мынандай күндер болды ма? Сіздің қасыңызда жақсы шәкірт болып, ол жақсы нәтижелерге ерісіп, бірақ күндердің күні келіп, ол кетіп қалып өзі, или сізден жұмыстан шығып кеткен күндері болды ма? Жақсы бір сатушыларыңыз сізден кетіп қалған күндері болды ма? Бұндай жағдайлар жүде көп. Шәкіртлер көп болды. Әркім өзінің не қылайды, ырысқы несібесі болады екен, бір жерден алатұғын. Дұрыс көпшілігі мысалы үшін өздерінің әртүрлі семьялық жағдайлар болып қалады, мәселен. Сондай жағдайлар болып кеткен уақытлары болды. Және мысалы үшін басқа компаниялар жоғары көптеу ақшада айлық пенен шақырған уақытлары болды. Әртүрлі жағдайлар болды. Дегенменен біздер компаниямызды ойлайман тура системаластырдық деп, бірақ бұндай үлкен мысалы үшін тәжірибелі ұсталар кетіп қалған жағдайда да компаниямыз ақсап қалмады, Құдайға шүкір. Қазіргі күнде бұндай жағдай болса да еледе арман қарап рауаждануда давам етеді деп ойлаймын. Бұндай жағдайларда адам азғантай қапа боласаң, не қылаймыз, сондай жағдайлар болып тұрады. Дегенменен бұл өмір екен, давам етіле береді. Мысалы үшін сондай жағдайлар болып кетіп жатқан шәкіртлеріміз бар, оларға үмітін берсін дейміз. Ешқандай мысалы үшін неміз жоқ. Біздер өзіміздің жолымызбен давам етіп, компаниямызды еледе рауаждандырып,
ат ізін тай басар дейді ғой. Сол тайларды таярлап, одан ham күшті шәкіртлерді таярлап, или де Құда қаласа рауажданып жатырмыз деп ойлаймын. Рахмет Марат аға, күнімен беріп жатқан жауапларыңыз үшін. Құрметті тамаша көрермендер, ендігі саналарымызда Марат ағаға қандай сұраулар берейік, соны комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыз, кейінгі саналарда Марат ағаға сол сұрауларды беретін боламыз. Кейінгі саналарда көріскенше, қош, сау, саламат болыңыз.